Айдын жанын жегідей жеген осы бір ойдан әбден қажыды. Ойламайын-ақ дейді. Көңілін басқа бірдеңелермен алдандырғысы келеді, бірақ болмайды. Қасарысқанда сырттағы жаңбыр да толастамай қойды. Түнерген аспан жүдеген көңілге зіл артып, жанын күзгі жапырақтай қалтыратып, еңсесін көтертер емес. Көшеде суға сүңгілесіп үйлеріне қарай безектеген бірен-саран кісілерден басқа тірлік нышаны сезілмейді. Жатақхананың кең дәлізімен ары-бері сабылып жататын студенттердің де аяқ тықыры сап тиылған. Ел көшіп кеткен ескі жұртта жападан жалғыз қалғандай. Терезеден сыртқа телмірген күйі жиі күрсінуде. Көкірегіне белгісіз бір өрт толып, өзегін күйдіріп бара жатқандай. Темекі іздеп еді, қырсыққанда бекен де тастамай кетіпті. Анда-санда өстіп жанын қоярға жер таппағанда темекі іздейтін әдеті бар. Жарқыннан ұят болды-ау. Тағы да сол ой. Тәттіге үймелеген шыбындай қанша қуса да кетпеуін қараш. Әй мейлі, қанша ақталып ойдан қашқанымен кінә өзінен ғой. Егер осындай ынжық болмағанда Жарқын әлде қашан кешірмес пе еді? Жарқынның орнына өзін қойып көрсенші, қайтер екен? Онда да дәл осындай екі кештің арасы сыртта жаңбыр құйып тұр еді ғой. Онда да осылай жападан жалғыз ой соқты боп сыртқа телміріп отырған. Онда қоңыр күз еді, қазір қара күз. Бөлменің есігін қақпастан шалқайта ашып ішке біреу кірді де босағада тұрып аяғының балшығын дүрс-дүрс еткізіп қағып, алшығындай басып төрге шықты. Алакөлеңке бөлмеде жарық та жақпастан күзгі сұрқай кештің сүреңсіз суреттеріне жабырқау көз салып, терезе алдында отырған Айдын ішке кіргеннің кім екенін назар аударғысы келмеді. Күндегідей қарындары ашып, жүрек жалғайтын бірдеңе іздеп жүрген курстас жігіттердің бірі шығар. Жылы жұмсақтың иісі шықпаған соң жылыстап шығып кетер деген. Соңғы кездері қаланы жатырқап, алыстағы ауылын сағына еске алып, оңаша отырғанды ұнататын болып жүрген. Көңілін алаңдатқысы келмеді. Тірі жанға тіл қатқысы жоқ. Қор сүлдесі ғана осында отыр демесең, ой қиялы күршімнің күзгі орманын шарлап кеткен. Інішек, не көре алмай сүзіліп отырсың? Айдын селк ете түсті. Таныс жігіттердің біріме деп отырғанда мүлдем бейтаныс жанның ызбарлау шыққан өктем үні ұйқысынан оятқандай болды. Жалт қарағанда орта бойлы, қақпақ жауырында, оң жақ бетінде пышақтың жүзінен қалған сияқты тыртығы бар тығыршықтай аққұба жігіттің өзіне одырая қарап тұрғанын көрді. Жәй, деді Айдын қызарақтап. Өзінен жасы үлкен адамға назар аудармастан көбірек отырып қалғанына қысылды. Ассалаумағалейкум, мен өзіміздің жігіттердің бірі ғой деп едім, деді. Беймезгіл қонақ үстіндегі қара былғары плащының түймелерін ағытып, жайланып төсекке отырды. Бөтен жерге келгендей қысылып қымтырылу, жә болмаса ілтипат үшін болса да сәлем алу жоқ. Жастыққа шынтақтай жатып, бөлме ішін жіті көзбен шолып шықты да, түйеден түскендей қып, мені танисың ба, деді. Суық жымиған бейтаныс жігіттің кескінінде мені тануға тиіссің деген ызғар жатқандай. Тесірейген көзі кісінің өңменінен өтеді екен. Айдынның тұла бойынан сұп-суық әлдене жорғалап өткендей болды. Қапелімде аузына сөз түспей бөгеліп барып, жоқ, деді. Дауысының сенімсіз, үркіп шыққан сондай, тап бір таныс адамын монтаныстып әдейі танымай тұрғандай-ақ өз-өзінен қуыстанды. Аты шулы Жұрағат ағаң біз боламыз. Бұл общаганың жүгірмектері мен десе ішкен астарын жерге қояды. Аты шулы Жұрағат осы де. Айдын не сенерін, не сенбесін білмей ішінен сыбырлады. Сырттай атына қанық болғанымен бұлай кездесеміз деген кімнің ойында бар? Жаз бойы мұны шабашкада жүр екен деп естіген. Жүр екен келіп тәртіп орнатпаса, шуылдақтар тіпті есті шығарып жіберді ғой деп жоғары курстың ұлдары айтып жүретін. Мұнда қанша қуаяқ тұрасыңдар деп жүрекең бұл жеткізіп еденге түкіріп, үстіне темекісін тастап мыжғылап отыр. Үшеуміз. Үшеуіңде мектепті биыл бітірген балапансыңдар ма? Иә. Қашаннан таныссыңдар? Біреуі ауылдасым, екіншісі осы биыл. Олар қайда? Лекцияда. Сен неге сырға қысып жүрсің? Мен басқа топтамын. Соңғы пар болмай қалып еді. Дұрыс екен. Мен кетейін. Қасаңдағы қуаяқтарыңа құлақ қағыс қыла сал. Бастарың біріккенде тағы бір келермін. Пака. Көп сағындырған жоқ. Сөзінде тұрып, жүрекең арада 3-4 күн өткенде тағы келді.
Жай келген жоқ. Қасына еңгезердей екі жігітін ертіп жайбарақат сабақ оқып отырған үшеуінің үрейін ұшыра келді. Қырғи көрген балапандай үрпиісіп қалған үшеуіне Жүрекең жайраңдай қарап, кең отырып кеңесетін мәселе бар, қағаз қарындаштарыңды жиып тастаңдар деді. Өздері қызулау екен. Қалталарынан тағы бір шөлмекті сопаң еткізіп шығарып, үстелге дүрс еткізіп қоя салды. Мына ағаларыңның аты Сұлтан, өзіміз еркелетіп Шойқара дейміз деді Жүрекең қазанның түп күйесіндей жылтыр қараны меңзеп. Қысық көзі күлімдеген Шойқара кескен шөркедей домаланған бәлекен. Жүрекең өзін таныстырған кезде орнынан ұшып тұрып, шалт қимыл жасап, сол жақ алақанын жұдырығымен сарт еткізіп ұрып қалды. Мұнысы бокстан разрядым бар деген шығар деп жорыған еді ішінен Айдын. Өйткені боксқа қатысқан класстастарының біразы той-томалақта өзін көрсетіп қалу үшін өстіп қарадан қарап өз алақанын өзі соққылап, жұдырықтың қышып тұрғанын қарашы деп қоқиланғанын талай көрген еді. Жүрекең ұзын бойлы баптап сөйлейтін безеу бет сарының азан шақырып қойған атын атамай-ақ төтесінен мынау қасқыр деген ағаларың қаз қырқынға бөрідей тиеді деп таныстыра жөнелді. Босаға жақта тұрған дөңгелек үстел төрдегі төсек алдына жайғастырылды. Үстіне нан, пияз, кесе сияқты керектілер қойылды. Қақ төрге Жүрекеңнің өзі, екі сыбайласы екі жағына жайғасты. Кеселерге шөлпілдетіп арақ құйылды. Тар бөлменің іші лезде көк түтінге толды. Үш қонақ мәз-мәйрам. Үй иелері ұйқыдан шошып оянғандай ештеңе түсінбей үрпиісіп отыр. Әлден уақытта Жүрекең тамағын кенеп, орнынан қозғалақтап қойып сөз бастады. Бүгінгі күн тәртібіндегі қаралатын мәселе біреу. Ол осы бөлмеде кімдердің тұратыны, кімдердің тұрмайтыны жайлы деп қарқ-қарқ күлді. Бөлме ішінде шыбынның ызыңы естілер тыныштық орнай қалды. Иығыңнан зілдей жаншитын, тынысыңды тарылтып, көкірегіңе еріксіз үрей ұялататын меңіреу тыныштық. Айдын ештеңеге түсінбеген қалпы жарқынға көз қиығын салды. Ол өңі қашып, ернін тістелеп, ой құшағында тұр екен. Ал Бекен болса бағанадан бері Жүрекеңдерге үстел әзірлеп зыр қағып жүреді. Енді мына сөзден кейін не істерін білмей аңтарылып қалған. Әккі дирижердің әп сәтте барлығын өзіне бағындырып ала қойған Жүрекең өлі тыныштықты біразға дейін әдейі созып, жебір көзімен отырғандарды жеп жібергендей ұзақ тесірейді. Сонан соң барып көңілі жайланғандай сөзін сабақтады. Ұзын сөздің қысқасы, мына отырған сайдың тасындай сарбаз ағаларыңда тұратын баспана жоқ. Неге жоқ дейсіңдер ғой? Айтайын. Кезінде осы жатақханада тұрған. Кейіннен бұлардың мүйіздері қышып, мұнда сыймаған. Сол сүзеген ат жабысқалы қаладан қаңғылестеп пәтер жалдауға тура келді. Ал қазір өздерің білесіңдер, пәтер ақы удай қымбат. Соның өзінде қаланы 10 рет сүзіп шықсаң да қолайлы орын таба алмайсың. Сонымен қойшы, тоғетері мынау, сендермен бітімге келеміз. Осы бөлмеде тұра берсек деп ұйғардық. Оған жас жігіттер не айтар екен? Айдын сең соққан балықта есеңгіреп Жарқын мен Бекенге қарады. Жарқынның өңі түсі қашып, ашуланғандағы әдетімен тебіндеп қалған қияқ мұртын ширатып тұр екен. Қарсылық білдіретіндер, ұстап қалатындар, пікір таластыратындар бар ма деді. Жүрекең жиналыста тұрған кісіше отырғандарға шола көз жүгіртіп. Жоқ па? Онда дауысқа салайық деп, Шойқара тағы шошаң етіп орнынан ұшып тұрды. Дұрыс деді қасқыр ыңыранып. Дауысқа салу керек. Қызулы үшеу қолдарын көтерді де, қысылған үшеуі жалтақтап бір-біріне қарасты. Сен қарсысың ба? Жүрекең бірден Бекенге шүйілді. Қызыл шырайлы жалпақ бет, төртбақ келген тапал жігіттің бетінде бір тамшы қан қалмай сұрланып кетті. Алақ-бұлақ етіп жан-жағына үрке қарап, басын салбыратып орнынан әрең тұрды. Кереңсің бей деді Жүрекең зекіп. Жоқ деп міңгіретті Бекен. Қарсысың ба? Жоқ. Сен ше? Жарқынға ызбармен төнді. Мен ұққан жоқпын деді Жарқын тайсалмастан. Сонда қалай? Алтауымыз бірдей осы аядай бөлмеде бірге тұрамыз ба? Жүрекеңнің өзі Жарқынның от шашқан ашулы көзіне тіке қарай алмады. Сонысын бүркегенсіп жорта күлген боп жатыр. Темекісін енді сора берген қасқыр қақалып қалып көзінен жасы ытқып кетті. Мәселенің өзі былай ғой, жіншек деді.
жөтелі басылған соң өзгеше биязы дауыспен іші бауырына кіре. Мына ағаларың осы қаладағы алдыңғы қатарлы жігіттердің бірі. Және де жатақхананың намысын қорғайтын жігіттер. Қазір коммунизмге бара жатырмыз дейтін заман емес. Ақылдылар асып, азулылар тістеп жатқан заман. Екі мықты егесте кет демейді, рекет дейді. Бүгінде білімділердің емес, білектілердің тасы өрге домалап тұр. Так что ойланыңдар. Жастар жүрген жер дау жанжалсыз болмайды. Оның үстіне қазір қайда барсаң да қайнаған сауда, сапырылысқан ақша. Ақша жүрген жерде айқай қоса жүреді. Оның әлі талайын көрерсіңдер. Несіне езе берейін? Сендерге қорған, бізге пана керек. Егер екі жақ егессіз-ақ бітімге келер болсақ, бәрі де ойдағыдай шешілеріне мен бәс тігемін. Оның бір-ақ жолы бар. Мысалға, мына сендерді бір-бірден басқа бөлмелерге жіберсек. Барған бөлменің жігіттері көз алартыр деп қорықпаңдар. Алдарыңда жібекте есіліп тұрмаса маған кел. Үш ағаң, үш арқа сүйер қорғаның осында тұрғанда беттеріңе ешкім қарсы келмейді. Енді түсінікті меншік. Мынау қасқыр емес, түлкі ғой. Айдын қасқырдың кескін келбетінен, сөйлеу мәнерінен жалтыр мұздай тайғанақтақтың белгісін байқағандай болды. Көзіңді бадырайтып қойып, беті бүлк етпестен өтіріктің майын тамызатын сабаздың тап өзі шығар деді. Бөлме іші тым-тырыс. Мысық пен тышқанның аңдысқаны сияқты. Көк түтінге көмілген бөлме іші қапырық тартыпты. Иә, сен не айтасың, ескі таныс? Жарқынның енді болмаса ши шығарғалы тұрғанын сезген Жүрекең енді құрықты Айдынға сілтеді. Қарсысың ба? Неменеге деді Айдын сасқалақтап. Ой қой, үшеуі рақаттанып бір күлісіп алды. Әр кесені кеңірдектерінен лақ еткізіп құйған сайын жүздері жадырап, орынды-орынсыз күлегеш болып алыпты. Жүрекең ішкен сайын сұрлана түседі екен. Көзіне көзі түйісіп қалғанда Айдын мұз басқандай дір ете түседі. Шойқара шашын кейін қарай салалай тарап қойып, иегімен бөтелке жақты меңзеп. Жүреке, анадан бір кесе берші мына інішекке. Ұйқысы ашылар ма екен деді. Жоқ, ішпеймін. Мен де татып алмайтынмын. Қасқыр қасын қағып қалды. Ата көрген оқ жанар, үйрендік қой. Сені қойып қыздар ішеді. Оғой деп отырсың ба? Алып қой. Үшеуі үш жақтан қыстап шөлпілдеген бір кесе арақты жұтқыздырып жіберген соң Айдын удай ащы араққа тұншығып дем ала алмай булықты да қалды. Тамағын пышақпен тілгендей ашытып өткен пәлекет біраздан кейін ішін өртейді. Сонымен сөздің тоқ етері былай. Жақсыда жаттық жоқ демекші, біздің жүрген жеріміз осылай сауық сайран. Бір рет бірге шыққан адамды өмірі сатпаймыз. Бізді қонатын тұрақ таба алмай жүрген бейшаралар екен деп ойламаңдар. Басымызда үйде бар, қалтамызда тоқ. Тұрақ таппай жүрміз дегеніміз ағалық назымыз ғой. Ашығын айтқанда бізге бұл бөлме қыз қырқындарды ертіп әкелуге керек. Қыз ойнаққа керек. Қарсылық болмаса бірдіндеп өздеріңді де ауыздандыра бастаймыз. Қалай? Енді дауысқа саламыз ба? Салайық деді. Бағанадан бері қонақтардан қалыспай арақты сілтеп отырған Бекен көзі жайнап. Інішек, сен қалай қарайсың? Жүрекең Айдынға өзімсіне өңін жылыта қарады. Дұрыс деп қалай айтып қалғанын Айдынның өзі де аңғармай қалды. Сенше, Жарқын? Жүрекең жайлап қана орнынан тұрып, теңселіп барып төсектің аяғына сүйенді. Қарсымын, өлсем де келіспеймін айтқаныңа. Құдай аузыңа салып тұрған шығар деп Жүрекең бар даусымен қарқылдай күлді. Қасқыр мен Шойқарада жармамсақтана кеңкілдеп жатыр екен. Қараса Бекен де шиқылдап отыр. Шыдамай Айдын да жыртың етті. Жарқын өрт сөндіргендей түтігіп, өй өлімтіктер деді, қалшылдап. Немене, қайталашы деп жұдырығын түйіп Бекенде атып отырды. Уа жарайсың, міне жігіт, мынауың ер ғой, дұрыс ей. Жарқын өне бойы безгегі қысқан жандай қалшылдап, төбелессең дайынмын дегендей тас түйін тұра қалды. Ей, қайталашы сөзіңді. Ессіңдер, есектің артын жумасаңдар күн көре алмайтын ессіңдер, естідің бе? Не? О, әкеңнің аузын. Сол есектің артына өзіңді тығып жіберейін бе? Алдымен өз артыңа қара, мұрныңды сүртіп ал әуелі. Сүрткізейін қазір деп, әй-шайға қарамай, Жарқынды танаудан күстейтіп өтті де, ол есін жиып үлгергенше лып беріп Жүрекеңдердің желке тұсына өтіп кетті. Жарқынның мұрнынан қара қошқыл қан бұрқ етті.
Ой шошқа деп оған да қарамастан Бекенге ұмтыла беріп еді. Шойқара алдынан көлденеңдей кетті. Жібер иттің баласы деп біраз жұлқынып еді. Қарулы қол қапсыра құшақтап алып тыпыр еткізбеді. Жарамайды інішек деді қасқыр сыздана сөйлеп. Ертең өз бөлмеңде төбелес ұйымдастырғаныңды айтып, деканға мына айдын шағым жасаса қайтесің? Жасай берсін, мың жерден жасасын. Әй қалқам, мына мінезіңмен сен ешқайда сыймайсың. Ажалыңнан 3 күн бұрын өлетін бала екенсің. Қиқаңдама, бүйте берсең деп Жүрекең де ыңыранып тұра бергенде жарқын Шойқараны жәрмеңдеп итеріп жіберіп, жүгірген бойда барып есікті теуіп ашып, дәлізге бірақ секіріп жоқ болды. Айдынның басы мең-зең, түкке түсінсе бұйырмасын. Үй іші шыр көбелек айналып барады. Жібере салсаң ғой, итше тепкілер едім сорлыны дейді. Бекен бөлмеге сыймай олай-бұлай ойқастап. Келмей жатып басынайын деген екен. Көрсетемін мен оған, өлек сені. Көзіне көк шыбын үймелетпесем, Бекен атым өшсін. Үй іші шыр көбірек айналып барады. Осы төбелестен кейін-ақ бұлардың бөлмесінен береке қашты. Жүрекеңдер жанжалға себепші болды да араға ірткі салып тайып тұрды. Қайта шоқ-шоқ деп күле кеткен тәрізді. Сол түннен соң бұларға ат ізін салған жоқ. Жігіттердің айтысына қарағанда қыздардың жатақханасында бір жас қызды үшеуі бірігіп зорлап, содан істі болып қамауға алынған көрінеді. Бұдан бұрында ондай қылмыстары болған сияқты, бірақ ақшаның күшімен әлі тұзаққа түспей жүр дейді. Сол түні аузына құм құйылып жұрағаттарға қарсы шыға алмағанына әлі өкінеді. Әттең жастық. Осы өз бойында осындай жасқан шақтың барын тұңғыш сезді. Жұрағаттардың алдында бөрі аузына ілінген көжектей бейшара күйге түсіпті. Опасыз. Осының өзін сын сағатта досын дұшпанға тастай салып тұра безетін сатқындықтан қай жер артық? Енді бетің бүлк етпей жарқынның көзіне қалай көрініп жүресің? Айдын бұдан әрі бөлмеде жападан жалғыз отыра беруге төзімі жетпей, жылдам киініп далаға шықты. Ертіс жақтан соққан ызғырғы жел ұп-ұсақ тамшыларды аямай бүркіп тұр екен. Жуық арада аспанның ашылар түрі көрінбейді. Жер көк лайсаң. Су бетіне қабыршықтанып мұзғата бастапты. Қыс та таяп қалған. Бұл қалада өткізер Айдынның алғашқы қысы. Не күтіп тұр алдында? Алтайдағы ауылынан алысқа ұзап шыққаны осы екен. Енді жылы ұяға анда-санда бір барып, аунап-қонап қайтқаны болмаса, бар тірлігі қалада. Ата-анасынан жырақта өтпесіне кім кепіл? Ол туған ауылы мен ата-анасын дәл осылай сарғая сағынамын-ау деп ойламаған. Енді сонау алыста қалған бал-балалығынан бастап өзі өткерген тәтті күндері көз алдынан тізбектеліп өтіп жатыр. Қар 2-3 жауғанда шаналарын сайланып, бұлардың қара тайыншасын үйретуге дайындалушы еді. Қасқыр жегер ерен асау. Болмай жүріп сонда да үйретті ақыры. Көрші отырған екі үйдің көн қоқырын кіре тартып жүрміз деп бірінен-біріне таситын. Өзгелер ренжіп дауыс көтеріп жатқанда Айдынның шешесі үндемейтін. Тоң айырған май жейді, дос айырған боқ жейді деген бұрынғылар. Қарындарың ашты ғой, келіңдер, айран ішіп ауқаттанып алыңдар деп күлімсіреп маңдайларынан иіскейтін. Тату болыңдар қарақтарым дейтін. Күзгі түн қойнындағы үлкен қала жабырқау, жат көрінді Айдынға. Терезелерінен шамдары жарқыраған көп қабатты үйлерге қарап келе жатып көзіне жас үйірілді. Ойлап қараса, осынша сансыз терезелердің тым болмағанда біреуінде мұның жанын түсініп, барса күлімдеп қарсы алар жан жоқ екен. Ең жақын, жастайынан бірге өскен досы Жарқында оң қабақ танытпай тоңтарыс жүргелі қашан. Дәті неткен бергет, мұның кешірім сұрағандай алдына барып, сөзге тартпақ болғанында да бір қайырымнан өзгеге келмей, теріс айналып жүре берді емес пе? Оның да жанында батпайды дейсің бе? Қалған көңіл қатқан мұз, жүрегін мұздатып жүр ау. Оң жақ қолтығының асты енемен шаншыққандай шым ете түсті. Ежелгі досы сезе қойды, әбден сыр мінез болып алған. Бала кезінде өкпесіне суық тиген, сол сырқаты құлан таза аяғып кетпей, сәл-пәл суық тисе мазалай беретін әдеті. Енді міне күркілдете бастады.
Бала күнінде ұзақты түн көз ілмей күркілдей булығып қатты қиналатын. Анасы байқұс тасқа тигір-ай деп ұлының терін құрғатып, дәрі ішкізіп, жастығын жөндеп, терлеші жаным, терлесең құлан таза айығып кетесің дейтін. Қайран сол күндер. Бұлардың бала күнінде Күршім өңірінде қар қалың түсуші еді. Жарықтық ауа райы да бұзылды ғой қазір. Жаз бойы аңызғақ, қыс бойы қылтадан аспайтын қар түседі. Ол кездегі қардың қалыңдығы сондай, бұлардың жатаған тоқал тамдарын басып қалатын. Содан ат құлағы көрінбейтін боран басталғанда Жарқын екеуі кейде апталап, кейде айлап үйде қамалып отыратын. Аядай үйдің шаңын аспанға шығарып, ат ойнайтын, түйе ойнайтын, төбелесетін, татуласатын еді. Осындай үйге қамалған қыстың бірінде Жарқын екеуі Мейрамбек деген ағаларынан домбыра үйреніп еді. Жарқын тумысынан алғыр бала ғой, Мейрамбек үйреткен әндерді бірден қағып әкетті. Кейін Айдын домбыраны Жарқыннан үйренді. Мектепте екеуі де домбыра үйірмесіне қатысқан. Айдынның тәп-тәуір қоңыр дауысы бар. Ауылдағы мектеп сахнасында ән салып жүрді. Жарқын әннен гөрі күйге әуес. Кейінірек жоғары сыныпқа келгенде күйші атанды. Аз ғана ауыл той-томалақ десе екеуін әдейілеп шақырып, өнерлерін тамашалайтын. Сондай тойларда Жарқын алты айрығынан тер ағып, Құрманғазы, Тәттімбет, Дәулеткерей, Динаның күйлерін сұңқылдата, үй толы жұрт демдерін іштеріне тартып, үйіп қалатын еді. Саусақтары да салалы, тек домбыраға жаралғандай. Қара дүрсін емес, күйді де нақышына келтіріп ойнайды. Айдынның күй құдіретін тұңғыш сезінгені де сонда. Бебеулеген зарлы үнге берілсе, құлақ тосып, көз алдына көсілеген даланы, жылқы қуған жалаңтөс жігіттерді, алтыбақан басында әуелете ән салған өкілі қыздарды, бұраң қаққан бұлақты, саманмен билеген құрақты, қымыз сапырған әжелерді, құлынмен алысқан балаларды елестететін еді. Жөтелі барған сайын өтеп, қол-аяғы мұздап, әбден қалшылдап кеткенде барып, жатақханаға қарай бұрылды. Ызғырық жел тура маңдай тұстан соғыс қылады. Су киімдері денесіне түрпідей тиіп, тісі-тісіне тимей салқылдап келеді. Желге қарсы жүрісі де өндір емес. Байқамай жатақханадан алысқа ұзап кеткен екен. Бөлмесіне келе үстіндегі су киімдерін шешіп жайып қойып, құрғақ жылы киімдерін киіп алды. Жарқын мен Бекен әлі жоқ. Екеуі де сол төбелестен соң сырғақсып бөлмеге тоқтамай жүр. Екеуін татуластыру Айдынның қолынан келмейтін іс. Жарқын өзінікі жөн болса, қараны қойып қанға да бас имейтін бір беткей. Айтқаннан қайтпайтын қайсар. Бекен де менікі бұрысау, мынауым жөнсіз болдау дегенді білмейтін қыңыр екен. Бөлмеде қырғи қабақ тұрмыс болған соң кісіде күй болмайды екен. Не кеңірдектен ас өтпейді, не істеген істерінде береке жоқ. Екеуін татуластырмаққа ниеттеніп көріп еді. Онысынан ештеңе шықпады. Жарқын қолын бір-ақ сілтеген. Жарқында кешікті-ау, қайда жүр екен? Қасына отырып, қорықпа, ертең-ақ сауығып кетесің десеш. Иә, ол бала күнінде сөйтетін еді. Бұл өстіп аяқ астынан ауырып қалғанда қабағы салбырап қасынан шықпайтын. Домбыра тартып, ертек айтып беретін еді. Сөйтіп жатып көзі ілініп кеткен екен, түс көрді. Түсінде үш қара ит үш жағынан арсылдап шықпайды. Аяғын құйып қойған қорғасын сияқты. Жүгірейін десе, аяғы екемге келмейді. Үш ит енді қабады, енді талайды деп тұрғанда селк етіп оянып кетті. Сүмек боп терлеп жатыр екен. Басын көтермек еді, сынып қозғалтпады. Аузы кеуіп, тілі аузына сыймай қаталап жатыр. Түнге қарай сырқаты тіпті үдеп кетті. Не ұйқы емес, не ояу емес, көзі ілініп кетсе шам шатырық түс көріп шошып оянады. Бір пәтерге көшіп жүр екенмін дейді. Жолда жұрағаттар ұстап алып, мұны мазақ етіп күліп тұр. Төбелесе кетуге бір күш тежеп жібермейді. Өз-өзін жер жіберіне жетіп сыбап тұр. Ақыры шыдамы жетпей. Жоғалыңдар иттер деді, бар даусымен айқай салып. Айқайлағанда даусы да шығып кетті. Әлдекім қасына келіп, не болды Айдын, жайма деді, таныс дауыс. Жарқын, ол қайдан жүр? Бағана жоқ еді ғой, мен бәрібір басқа пәтерге көшемін. Су беріңдер. Шам жағылды. Мұның бұршақтап аққан терін құрғатты. Суық шай жұтқызды. Бұл әлі көзін ашпай жатыр. Түсі шығар, оянып кетіп жүрсе қайтем? Не болды саған? Ауырып қалғансың ба? Иә, дәрі іштің бе?
Жоқ. Немене, суық тигізіп алдың ба? Иә. Сонда да көзін ашқан жоқ. Мүмкін түсі шығар. Түү, маңдайын күйіп тұр ғой. Байқамай көзін ашып жіберсе, қарсы алдында Жарқын отыр екен. Сасқанынан көзін қайта жұма қойды. Жүрегі атқақтап аузына тығылып жатыр. Баршы, орныңа баршы, деді. Ол үндеген жоқ. Айдын көп сыр ақтарғысы келді. Көңіл шіркін сайрап жатыр. Екеуін тұрғызатын ақ қаланы айтқысы келді. Ауылдың іргесіндегі өздері талай шомылған өзенді де айтқысы келді. Тағы бірдеңелерді айтқысы келген. Шыдамадау. Мен пәтерге көшемін, деді. Тамағына тас кептелгендей жұтынып көзінен сорғалап бара жатқан ыстық жасына ие бола алмай қалды. Қой, жылама, жігіт емессің бе, деді Жарқын. Мұның шашынан сипады. Қорықпа, ертең-ақ сауығып кетесің. Жыламайын десе де көз жасына ие болар емес. Жарқын, мен бәрібір пәтерге, деп тоқтады. Қой енді, қоя ғой, қойшы. Жә, бір-біріңді бүгін көрдіңдер ме? Жатсаңдаршы, шамды жарқыратпай, деді Бекен жастықтан басын селқос көтеріп. Ұйықтай бер, қазір жатамыз, деді Жарқын жақтырмай. Сырттағы жаңбырдың арты қарға ұласқан. Айдынның жанына қара тастай батқан қара көздің де ғұмыры аз қалған сияқты. Мынау қыстың алғашқы хабаршысы ғой. Ақ мамықтар жапалақтап түсіп жатыр. Енді ақшақар даланы ақ мамыққа орап, кіршіксіз тазалыққа бөлейді. Әппақ қар, пәк көңілдей әппақ қар. Жапалақта, жауа түс.